Сәлем достар, бүгін сіздермен ерекше жасалатын шелпектің рецептімен бөліскім келіп тұр. Ең алдымен осындай айран, табиғи айран құйып аламыз ыдысымызға. Үстіне бір жұмыртқа салып, одан кейін 2 ас қасық сұйық май құйып, 1 или 2 ас қасық қант салып, 1 чай қасық тұз және де 3 чай қасық майонез, 1 чай қасық разрыхитель, одан кейін қолдың майы болмаса, сливочный май болса, магазиннің, соны салып жіберсеңіздер болады. Қалауларыңыз бойынша үйде бар заттар ғой. Ұн салып, осылайны жақсылап нан елеп қойдым. 15-20 минутқа қойып, одан кейін уже жайып, осылайны пісіре берсеңіздер болады. Күшті болып көтеріледі бізде. Айранның орнына сүтпен жасаса да болады. Міне менде осындай дәмді шелпектер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.